Батыс өңірі қиын-қыстау кезеңде халқына пана болған, елінің азаттық үшін ақтық демі қалғанша күресіп өткен батыр ұлдарға кенде емес. Солардың бірі 18 ғасырдың екінші жартысы мен 19 ғасырдың басында өмір сүрген Ерсары Бегетайұлы. Жуырда Сырым аудандық мәдениет үйінде дәстүрлі қазақ қоғамындағы батырлар институты және Ерсары батыр Бегетайұлы атты облыстық конференция өтті. Онда тарихи тұлғаның тағдыры мен тағылымы сөз болды. Ерсары батырдың сүйегі Дәдем ата қорымында жерленген. Тарихи жаңалықты осыдан 4 жыл бұрын журналист Қазыбек Құттымұратұлы ашты. Ол Құлпытастағы жазуды оқып, марқұмның кім екенін анықтайды. Сондықтан ауқымды шара зират басына барып, батыр баба рухына құран бағыштаудан басталды. Кейін қонақтар Алаш музейі, Сырымдатұлы атындағы тарихи өлкетану мұражайы, Қадыр алаңы мен Алаш саябағын аралап, аудан тынысымен танысты. Облыстық деңгейде ұйымдастырылған шараға жергілікті ғалымдар, өлкетанушылар мен бақ өкілдері келді. Олар ел үшін күрескен сом тұлғаның өмірі мен өнегесі туралы тың деректермен бөліспек. Сол дәуірдегі патшалық отаршылдық саясатқа қарсы Сырым бастаған ұлт азаттық көтерілісті барлығымыз білеміз. Сол азаттық аттанысында Сырымның жанына ерген Ерсары батырдың халық жадында қалуының бір себебі жерленген жері бар, Дәдем ата қорығында. Сонымен бірге елді мекен Ерсары батыр атындағы. Міне оны жалпы халық, өңір халқы біледі. Ерсары Бегетайұлы 18 ғасырдың екінші жартысы мен 19 ғасырдың басында өмір сүрген. Байбақтының Шолан бөлімінен тарайды. Маңдайына 55 жыл ғұмыр кешу жазылса да, ұлтының келешегі үшін кеудеден шыбын жаны шыққанша күресіп өткен. Әсіресе оның жауынан қаймықпайтын өр рухтың иесі екені Сырымдатұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліс кезінде айқын білінеді. 1790 жылдары кіші жүздің саяси өмірінде болған оқиғалардың бел ортасында жүрді. Bir атадан тараған Қойсары, Ырсалы деген бауырлары да өз заманында Сырымның жақтастары болған деседі. Ерсары батыр туралы құжаттық деректер бүгінде Ресейдің Орынбор және Мәскеу мұрағаттарында сақтаулы. Жайық бойындағы Казак-орыс бекіністеріне соққы бергендігі және Еділ бойындағы қалмақтарға соққы беріп, Казак-орыстар мен қалмақтарды тұтқындап алғандығы жөнінде, Жайық бойындағы Казак бекіністеріне қарсы біраз қарсылық көрсеткендігі туралы жазба деректер молынан сақталған. Қазақ-орыс қарым-қатынасындағы негізгі мәселелер талқыланған, кіші жүздің территориясында өткен мынау қазақ старшындарының съездеріне қатысуы, қала берді Сырыммен бірге қарсылық танытуы, бұның барлығы сол құжаттарда көрініс тапқан. Шарада Ерсары батырдың ұрпағы Нұрлан Ермұханов Ерсары батыр қоғамдық қорының жұмысымен таныстырды. Келешекте қор халқын сүйген арда азаматқа арнап кесене тұрғызуды қолға алмақ. Назерке Тоғжан, Дәурен Қажы Ахметов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.